Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз мәтін. Мәтінге тән белгілерімізді есімізге түсіріп кетейік балалар. Мәтіндегі сөйлемдер мағыналық жағынан өзара байланысты болып келеді. Мәтінде белгілі бір ой болады. Мәтінге ат қоюға да болады. 11-ші жаттығу гүл гүлшелерінің мәтіннің бұдан басқа да белгілерін толықтыр дейді. Яғни мәтінде негізгі ой, тірек сөздер, азат жол, негізгі бөлім, тақырып деген болады. Сонымен қатар біз толықтырып кетеміз сөйлем және қорытынды дегенмен. Келесі 12-ші жаттығу мәтінді тыңда дейді. Глобус. 3-ші А сыныбында бір глобус жылап тұр екен. Сұмдық-ай, деді мұғалім шошып. Кім сені осыншама жәбірлеген? Шаншаров, деді де. Глобус қыстыға жылап жіберді. Ол кеше сабақтың соңында бокс көрсетемін деп мақтанып, менің басымнан төмпештеді. Әй Шаншаров-ай, деді. Кейіді мұғалім. Глобуста нең бар еді? Қазір бүкіл дүние жүзі бейбітшілік үшін, жер ананың жүрегіне жара салмау үшін күресіп жатқанын білмегенің бе? Орныңнан сүйретіле түрегелген Шаншаров ұялғанынан қып-қызыл болып төмен қарады. Мұғалімнің нені меңзегенін түсінді. Мәтін кейіпкерлерін сипаттап жаз. Мәтіннен тірек сөздерді тап дейді. Қарамен жазылған сөйлем туралы өз пікіріңді айт. Енді балалар, бірінші сұраққа біз мәтіннің кейіпкерлерін сипаттап жаз дейді. Мұғалім мейірімді, ақылды, дана. Шаншаров тентек, әдепсіз. Глобус сезімтал, нәзік. Екінші сұрақ. Мәтіннен тірек сөздерді тап дейді. Тірек сөздер глобус, жәбірлеу, мұғалім, Шаншаров, мақтану, төмпештеу, жер ана, ұялу, бейбітшілік деп жазамыз. Келесі тапсырма. Қарамен жазылған сөйлем туралы өз ойыңды айт дейді. Қазір бүкіл дүние жүзі бейбітшілік үшін, жер ананың жүрегіне жара салмау үшін күресіп жатқанын білмегенің бе? Деген мұғалімнің айтқанына біз өзіміздің ойымызды жеткіземіз. Бұл сөйлемнің негізгі мағынасы жер ананы сыйлау, құрметтеу, қорғау. Мұғалім оқушыларға жер ананың қымбат екенін, біз оны құрметтеуіміз керек екенін түсіндірді. Жер ана адамзаттың өмір сүруі үшін қажет, барлық нәрсенің көзі. Сондықтан жер ананы қорғау бәріміздің міндетіміз болып табылады, балалар. Келесі тапсырма. Мәтінді оқып, бөліктерді дұрыс қалыпқа келтір. Зеңгір аспанда көшіп бара жатқан бұлттар түтінге ұқсайды. Тіпті түтіннен аумайды. Әже немересіне бұлт дегенді қалай түсіндірерін білмей ойланып тұр. Айым аспанға қарады. Аспанда шарбы бұлт көшіп барады. Әже, аспанға кім түтін жіберді? Бұлт қой ол, түтін емес. Жоқ, түтін. Өзіңіз дұрыстап қараңызшы, үлкен кісі де көк жүзіне назар салды. Енді балалар, осыны өз орнына қояйық, я? Ең бірінші бұл жерде айым аспанға қарады деген бірінші сөйлем болады, я? Одан кейін екінші, әже аспанға кім түтін жіберді? Одан кейін үшінші, зеңгір аспанда көшіп бара жатқан бұлттар түтінге ұқсайды деген болады, я? Осылай өзінің орнына қойып жазатын боламыз. Келесі тапсырма. Зеңгір, шарбы, бұлт, түтін сөздерінің мағынасын төмендегі қай дерек сөздерден табуға болады дейді. Бұлар түсіндірме сөздікке жатады, балалар. Енді зеңгір сөзінің мағынасы көк аспан, кеңістік немесе биіктік дегенді білдіреді. Шарбы бұлт аспандағы ақ, жіңішке, мақта сияқты бұлт болады екен. Түтін дегеніміз оттан болатын қою бу және қара мен ақшыл түтін. Келесі 14-ші жаттығу. 13-ші жаттығудың мәтініндегі әже мен немересінің диалогын қатесіз көшіріп жазамыз, балалар. Диалогты өздерің ауызша жалғастырыңдар дейді. Әже, аспанға кім түтін жіберді? Бұлт қой, ол түтін емес. Жоқ, түтін, өзіңіз дұрыстап қараңызшы. Балам, ол шарбы бұлт қана, жел айдап әкелген. Шынымен бе? Неге ол түтінге ұқсайды? Өйткені бұлт кейде түтіндей бұралып көрінеді. Қандай қызық, сонда аспандағының бәрі түтін емес пе? Әрине, бәрі түтін емес.
Кейде ол бұлт, кейде зеңгір, аспанның сәні. Қатесіз көшіріп жазамыз балалар. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, астына комментарий бөліміне жазып кетіңдер. Сабақ ұнаған болса, лайк басып, достарыңа жіберіп, подписация батырмасын басып тіркелуді ұмытпаңдар балалар. Сау болыңыздар.